Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерменен өзім үйде жасайтын тез дайын болатын сәбіз салатының рецебімен бөлісетін боламын. Мен алдыменен осындай 2 сәбіз алдым, үлкен 2 сәбіз. Осыны енді майдалап теркадан өткізіп аламыз. Сәбізімізді теркадан өткізіп алдық. Енді осыған жарты шай қасық тұз саламыз. Осыны жақсылап араластырып 20 минутқа қойып қоямыз. Кішкене сөйлі шығу керек бұның. Енді осыны 20 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің сәбізіміз сөйлі шығып дайын болды. Енді қосатын дәмдеуіштерді қоса берсек болады. Оған мен жарты қасық қара бұрыш саламын. Жарты қасық ащы қызыл бұрыш саламын. Ащылау болам десеңіздер, ащылау қоса берсеңіздер болады. Кориандр саламын. Оған мен бір зубчик чеснок салдым. Шай қасық қант салдым. Бір шай қасық уксус қосамыз. Соевый соус құямыз, кішкене ғана, көп емес. Енді осының үстіне қызып тұрған сұйық майымызды құйып аламыз. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Обедтің уақытысында, кешкі уақытта, кез келген уақытта тез қуырмаш жасаған кезде тезірек жасай салсаңыздар, тамақпенен өте өтімді салат. Салатымыз мен дайын болды. Мен салатыма кішкене зелень турап алдым. Салатымыз дайын болды. Сөйлі шығып, сондай әдемі бұл. Дәмі де қандай керемет. Бұл оңай, тез жасай салатын салаттардың бірі.